Ал егер осы потенциалды аша алмаса, не болады? Ал аша алмаудың себебін айтайық. Не үшін аша алмайды? Иә. Себебі, мысалы бір әйел бар, оның қолынан келеді жаңағыдай, тігін тігу келеді. Киімді пішіп, тігіп әдемі жасай алады, бірақ соны бизнес ретінде бастап кете алмайды. Біреуге жасса, одан ақшаны да ала алмайды. Иә? Ал бұл жерде не кедергі деп ойлайсың ғой, мысалы басқа бір әйелді аласың, ол ондай бір керемет қабілеті жоқ, бірақ бәрін жүргізіп келе жатыр, иә, пысық. Қорықпайды, то есть пысықта қорықпайды. Ал бір әйел болса, өзінің қолынан келеді, бірақ бар нәрсесін жасай алмайды. Или даже мен білемін дейді, мына мата қымбат, өте қымбат дейді. Мен бұл матадан тіге аламын дейді, бірақ мен қорқам бұны тігуге дейді. Демек, бұл жерде ол әйелдің жаңағы матаны элементарны бар қабілетін қолданудың өзіне мешать етіп тұратын нәрсе, ол өзінің менің өзі туралы ойы. Біз оны біліп тұрмыз, ол керемет тігінші екенін. Қолына матаны да ұстатып тұрмыз, бірақ оның өзі туралы ойы дұрыс емес та. Менің қолымнан келмейді, мен бұндай қымбат матаны ұстауға лайықты емеспін. Мен бұл жасаған түнмен отырып тіккен көйлегім үшін белгілі бір мысалы соманы алуға лайықты емеспін. Мен лайықты емеспін, мен жаңағыда көп ақша табатын болсам кінәлі боламын. Сен қалайша біреуден ақша алып отырсың, ұялмайсың ба, ол сенің туысқаның ғой деген сияқты ұят болады. Сол сияқты өзі туралы дұрыс емес ойларының кесірінен мен лайықты емеспін, мен дұрыс емес, мен жаманмын деген сияқты, мен кінәлі боламын, ертең дұрыс емес болып қалады, ұрыс естіп қаламын деген сияқты өзі туралы ойларының кесірінен көп адам жаңағы өзінің не қалап тұрғанын да біле алмайды. И қалап тұрғанын білсе де жасауға күші жетпейді. Өзін жеңіп шыға алмайды. Ол жерде жаңа самооценкаға бармай ма? Самооценка, иә, өзін өзі бағалай алмайды. Ол өте қатты маңызды. Өзінің қаншалықты Аллахтың оған берген қабілетінің қаншалықты күшті екенінің бағасын өзі білмейді. Или өзі түсіріп отырады. Себебі бұған да тоже біз кінәлі деп айта алмаймыз ешкімді, бірақ әр адам өзінің жаңағы логикалық байланыстардың дамымауына байланысты кішкентай кездегі қоршаған ортамыз, мүмкін ол мұғаліміміз, мүмкін ол ата-анамыз, мүмкін бір жаңағы өзіміздің бауырларымыздың айтқан сөздерінен солай қабылдап алғанда мен осындаймын деп өзі туралы шешім шығарып қойған. Бірақ Аллах тағала адамды ешқашан бір жаман қылып жаратпайды ғой. Ол уже жаралды, ол уже керемет бір жаратылыс та. И сол нәрселерді қабылдамаудың кесірінен соңына келген кезде адам өзінің жасай алатын нәрселерін жасай алмай қалады.